Қайырлы күн, құрметті көрермендер, студия қонақтары. Бүгін сабақ ине сәтімен деп халқымыз айтқандай мемлекет қоғам дін атты бағдарламамыздың кезекті хабарын өткізгелі отырмыз. Бүгінгі қарастыратын негізгі мәселеміз ел үшін, ел тағдыры, отан тағдыры, халқымыз үшін аса өзекті де күрделі тақырып ұлттық сана және салт дәстүр деген мәселеге арналады. Өздеріңізге белгілі, тәуелсіздік алып, әлемдік қауымдастық қатарына қосылғаннан кейін бізде мынау жаһандану процесінің көшіне ілесіп кеттік. Қазіргі заманғы дамудың басты үрдісі, егер назар аударатын болсақ, бұл мемлекеттердің өзінің ұлттық шекарасы менен ұлттық болмысы деңгейінде географиялық орналасқан аймағында шектеліп қалмай, мынау бүкіл әлемдік қауымдастықта қым-қиғаш саяси, экономикалық, мәдени, рухани байланыстарға енуі. Осы жағдай қарап отырсаңыздар, бір жағынан мына әлемдегі алпауыт державалар, Америка құрама штаттары, Еуропаның дамыған мемлекеттері секілді елдерге өте қолайлы болып келеді. Біз секілді мынау дамудың даңғыл жолына енді түскен жас тәуелсіз мемлекеттерге өзінің ерекшелігін, ұлттық болмысын, салт дәстүрін сақтап қалу жолында едәуір қиындықтар туындататыны байқалады. Өздеріңізге мәлім, қазақ халқы ежелгі Тұранның мұрагері болып, қара шаңырақта қалған осы алып территорияны игеріп, ұлт болып үйісіп, бүгін мемлекетке қол жеткізіп отырғанның негізгі басты көзі де, қайнар көзі де. Бұл осы ұлттық сана мен салт дәстүрімізді сақтай біліп, өзіміздің ерекшелігімізді сақтап қалуымызда болса керек. Осы орайда кешегі кеңестік патшалық Россия мен кеңестік коммунистік заманда қазақ халқының басына бұл тұрғыдан үлкен қысымдар мен қатар төнгені көпшілік жұртқа мәлім. Ол заманның қиыншылығы туралы бірінші айта кететін болсақ, ең алдымен отарлаушы билік қазақ халқының өзіндік болмысын әлсіретудің басты көзі ретінде ұлттық сана менен салт дәстүрді жоюға ұмтылған бірінші кезекте. Міне осыған байланысты Алаштың біртуар азаматы Мұстафа Шоқай кезінде дәл бағасын берген. Ол кісі былай деп айтты: коммунистер балғаменен жаныштап, большевиктік идеологияның өткір орағымен ұлттық сананы орып тастап отыр деді. Шындығында дәл солай болған еді. Ал енді қанша дегенменде ұзақ уақытқа созылған осы процесс өз әсерін, ықпалын тигізбей қоймады. Біз ғана емес, барлық кеңестік республикаларда ұлттық сана мен болмыстың, ұлттық дәстүрдің әлсіреуі байқалады. Мысалы, соңғы тәуелсіздік алғаннан кейін кезеңде бірқатар кеңестік республикаларда, оның ішінде славян елдерменен мына Балтық жағалауы республика жүргізген сауалнамаларда оларға осы ұлттық сана мен ұлттық мемлекет, ұлттық болмыс қажет пе деген сұраққа көп жағдайда қажеті жоқ деген жауап алып отырған. Оған керісінше, Ресейдің өзінде жүрген сауалнамасында халықтың көбісі мен мысалға Ресей сияқты ұлы үлкен державада, мықты мемлекетте өзінің ұлттық ерекшелігін сақтаған елде өмір сүргенді қалар едім деп 75% жауап беріпті. Олардың 19% ғана респонденттердің жаңағы шағын жаным тыныш болатын мемлекетте өмір сүрсем болады деген. Байқасаңыздар, мінекей державалық мемлекетте басқаша ахуал қалыптасып отырды. Ал енді кешегі сол ұлы державалық отарлық биліктің ықпалында болған елдерде жағдай басқаша қалыптасып отыр. Осы орайда ал енді біздің тәуелсіздіктің мінекей 20 жылын артқа тастаған елімізде бұл ахуал қандай? Әсіресе мынау қазақылықтың қаймағы бұзылмаған оңтүстік Қазақстан өңірінде осы мәселе қандай деңгейде деген мәселені талқылауға мінекей құрметті көпшілік бүгін студияға жиналып отырмыз. Бүгінгі студиямыздың осы мәселені талқылауға қатысқалы келіп отырған бір топ мамандар мен ғалымдар отыр. Ал ендеше бүгінгі әңгімемізді бастасақ, осы жерде жиналған көпшіліктің үлкені ретінде көптен бері ғылыммен айналысып, ел арасында ұстаз тәрбие жүргізіп жатқан маман ретінде Есен аға, сіз осы мына мәселеге ұлттық сана дегеніміз не? Оның негізгі функциялары, елдігімізді сақтауда атқарар рөлі қандай деген мәселеге қысқаша жауап беріп өтсеңіз, сізден бастайық. Жалпы тақырыптың әсіресе қазақ ұлты бүгінгі оның жағдайына байланысты өте бір әдемі айттыңыз ғой. Елмен тікелей неге сана керек, неге ұлттық сана керек деген мәселеге тоқтала кетсем, әуелі сана деген ұғымның түсінігін не білдіреді, оның түсінігі неде деген мәселенің басын ашып алған жөн сияқты көрініп отыр. Сана туралы ғылыми көпшілік әдебиеттерде айтылған анықтамалар бар.
ол бірнеше, соны тек қана бір жай ыңғайлысын айтқанда, сана дегеніміз ол объективті шындықты білудің тек қана адам баласына ғана тән ойлаудың жоғары формасы дейді. Енді осы анықтаманы жалпыға түсінікті тілмен, былай оңаша жай тілмен айтып қарасақ, сана дегеніміз әрбір адамның, яғни өзіңнің объективті шындық туралы білгендеріңнің, көргендеріңнің, естігендеріңнің ойда қалған бейнелер жиынтығы болып табылады екен. Ендеше мінекей осы анықтамадан келіп тұр, ұлттық санаға деген ұғымның түсінігінде беруге былай біршама оңайлық қадам шығады. Ол үшін әуелі ұлт дегеніміз не? Бұнда әдебиеттерде анықтамасы бар, көпшілік әдебиеттерде, ғылыми әдебиеттерде анықтамасы бар. Ұлт дегеніміз ол адамдардың тарихи этникалық тұтастығы. Ендеше осыдан енді ұлттық сана дегенге келсек, онда осы тұтастығы әрекеттердің, яғни өзіңнің туған халқының өмірі туралы білгенің, көргенің, естігенің туралы ойдың жиынтығы болып табылады екен ұлттық сана дегеніміз. Ұлттық сана барлық саналардың мәйегі. Барлық саналар ұлттық санаға негізделгенде ғана қоғам мүшелері қуатты болады. Өйткені қоғам мүшелерінің қуаты сол қоғам мүшелерінің рухында дейміз. Ұлттық рухында дейміз. Ал осы ұлттық рухты қозғайтын, ұлттық рухты күшейтетін, ұлттық рухқа дем беретін тек қана ұлттық сана. Ұлттық сананың негізінде ғана ұлттық рух. Ұлттың қуаты рухта. Рухы күшті ұлтты ешқандай ұлт жеңілмейді. Ұлттық сананың басты функциясы сонда мінекей. Осы ұлттық, азат ұлттық рухты қалыптастыру, азат ұлттық рухты күшейту, нығайту. Осы орайдан дағы мынау ғылымда ұлттық санаға, ұлттық болмысқа шектен тыс мән беруге байланысты мынандай ұғым бар екен. Этноцентристік психология дейді, этнонарциссизм дейді. Өз ұлтыңды шектен сүю, шектен тыс сүю жаңа. Өз ұлтыңды бәрінен де дәріптіру, оның болмысын, санасын. Осы бізге қажет деп ойлайсыз ба қазіргі заманда? Енді бұл ежелден белгілі ғой. Біздің қазақтың бір дана мақалы бар. Өзіңді білмесең өзгенің бетін шедей қыласың дейді. Ең ауыл өзіңнің болмысыңды танып ал. Өзіңнің рухани қазынаңды біл бар. Өзіңнің киелі қазыналарыңды танымай жатып, оның болмысына түсінік жасап, оның өмірінде қолданбай жатып, басқа ұлттың мәдениетін, басқа ұлттың салт дәстүрін, тағы басқа құндылықтарын меңгере алмайсың, біле алмайсың. Өте орынды секілді, мысалы шетелдіктер біздің елімізді қазір танып жатыр ғой, көп нәрсемізге көзі жетіп жатыр. Сонда егер де біз осы ұлттық ерекшелігіміз болмаса, өзі олардың біз танитында еш нәрсесі қалмайды деймін. Әлбетте. Иә. Мынау өзіміздің Шаяннан шыққан Ғарифолла Есім деген мықты опера әншісі бар, халық әртісі, Қазақстанның соғысы бір сөзінде айтып қалды. Егер біз Чие санды жаңағы Отеллоны апарып Европада кезген мемлекетінде қоятын болсақ, олар оған қызықпайды дейді. Олар біздің Жалбырды, мынау Абайды, Ер тарғынды апарып қойған кезде шыбындай үңіледі. Мінекей ұлттық ерекшелік деген жаңағы кезген сыртқы мәдени орталарды қатты қызықтырады екен. Рахмет. Ал енді Нұрлан аға, осыған байланысты өзіңізде қандай пікір бар? Абай атамыз айтқан екен, ей Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі антұрған, жаман келеді екен, ең тәуір халық біз екенбіз деп ойлау қазақтарға тән деп. Ал енді шындығында біз шектен тыс осыған мән беріп, шектен тыс асып кетіп жатқан жоқпыз ба? Бірақ ұлттық сана қаншалықты қажетті? Осының негізгі функциялары қандай? Осы туралы бір-екі ауыз сөз айтсаңыз. Жаңа дұрыс айтылып отыр. Бізге мынау заманда, глобализация заманы, жаһандану деп отырмыз ғой. Қазаққа үлкен қауіп төніп отыр деп ойлаймын. Әрине. Біз қазақты қазір жаңа айтылды Совет, одан алдын Ресей империясы. Отаршылдық саясатпен ұлттық санамызды жоюмен отырды. Саналы түрде жоспарда болған екен. Жалпы өзі қазақты жер бетінен жою. Ал енді біздің қаймағымызды сыпырып алып тастағанда халыққа беретін дүниесі қалмаған халық біз не болып қалар едік? Тағы да 50 жыл осылай тұрғанда не болар еді? Жойылу мәселесі. Ал енді егемендікке қолымыз жеткен күнде де бізге қауіп бар.
ол мынау жаһандану саясаты. Жаһандану саясаты кез келген адамды тек тұтынушы ретінде білсе болды, қалғаны керегі жоқ. Фантазисің, коллажсың, сенен бақытты адам жоқ дейді ғой. Бұл рекламный идеология. Сондықтан бізге қазір жастарымызды тәрбиелеу үшін бірінші президент босқа айтқан жоқ, ұлттық идея керек деді. Ал ұлттық идеяны біз қалыптастыруымыз үшін біз ұлттық сана болу керек. Ал ұлттық сананың түбінде ұлттық болмыс. Әрине. Ұлттық болмысымыз өзі қандай? Әбдуәлі Хайдар ағамыз бастап қазақ қандай халық деп кітап жазды. Енді бұл жерде жарнама жасасам болады ма өзімді өзім? Мен де қолымнан келгенше еңбектеніп қазақ жайлы бір кітап жаздым. Сонда менің зерттеуімде осы біз ұлттық теория деп отырмыз ғой, жаңа соғанда бардыңыз ғой аға. Ұлттық теорияда мысалға ұлт өзі қалай қалыптасады? Марксизм, ленинизмде былай деп айтылды. Бұл ұлт үшін мемлекет болу керек, міндетті түрде территория болу керек, және капиталистік қарым-қатынастар болу керек. Біз сонда капиталистік қарым-қатынасты көрмеген қазақ ұлт ретінде қалыптасты ма, жоқ па? Менің бұл мәселеде бір ойларым туындады. Түбінде түркі халықтары ешқандай формацияға байланысты емес. Өзі мынау этникалық жүйесінің даму жолымен ұлт ретінде қалыптасып отырды түркі халықтары. Түркі халықтарының бір ерекшелігі бар осындай. Ал енді қазақ болғалы бері осы түркі дүниесіндегі ең құнды мәселелерді өзіне сіңіре білді. Оларды енді мен қағазға қарамай айтамайтын болып қалды. Жасай білді. Таныта білді құндылықтарды, қасиеттерді. Бірінші патриархат жолымен біз дамыдық. Екінші экзогамиялық неке жүйесі болды. Бұл сырттан үйлену, енді түсінікті болу үшін айтайын. Бауырластық қауым болдық біз. Соны ұмытпау керек. Мына қатыгездік заманда қазір біз өзі бауырластық руымен деген. Иә, бауырластық пәлсапасын қазір біз дамытуымыз керек. Әр қазақ бір-біріне туған болып шығады. Үлкен атаның жолымен жүру, иерархиялық мынау этникалық жүйе, бұл мемлекеттік құрылым болды кезінде. Әскери демократия болды, билікті сайлау болды, аруақты қастерлеу болды. Этникалық жүйенің атрибуттары ұраң, жалау, тамға болуы міндетті болды. Сол дүниелердің бәрі тек қазақ түркі дүниесінде. Өкінішке орай мен басқа түркі бауырларымызды кеміспей, олар ассимиляция жолында көп түсіп кетті. Отырықшылыққа, басқа жағдайларға, саяси жағдайларға байланысты көп біздің түркі бауырларымыз ассимиляцияға жолығып, осы этникалық жүйеден айырылды. Этникалық жүйеден айырылғаннан кейін болмысынан айырыла бастады. Ал енді қалай да болмасын, осынша біз басымыздан не деген қиындықтарды кешірсек те, біз әлі болмысымызды ұмытпадық. Біз себебі осы айтып отырғаныңыздың бәрі ұлттық сананың компоненттері ғой енді. Ұлттық сананың компоненттері. Сол себебі ең негізгі бізді қазір қазақты ұрсып жатады ғой, ойбай, рушыл деп. Ал енді осы орайда басын бастап қалдыңыз. Біз қалай сақтай алдық? Не себеп бар? Оның қайнар көзі неде жатыр? Осы туралы бір ауыз. Осы менің ойымша, осы біздің сақталуымыздың қайнар көзінің біздің ұлттық этникалық жүйемізде. Рахмет, ойыңызды түсіндік. Яғни біздің мынау жеті атабаға жетпей үйленбеу, қанды араластырмау, қанның генетикалық тазалығын сақтау идеясын айтып отырсыз ғой. Ал енді менің сізге қосарым, мысалға, осы біздің қазақтың өзіндік ерекшеліктерін жаңа сақтап, басқа түркі халықтарына қарағанда ұлттық болмыс пен сананы тамаша сақтай білу біздің көшпенді өркениетіміздің ерекшелігінде жаңағының бәрін ішіне кіргізетін. Ал енді мынау Аристотель дейтін ғұлама заманында барлық өнер атаулы және соның ішінде тәрбие өнері адамда жаратылыстан толық жетпейтін болады. Сондықтан оны ұдайы толықтырып отыру қажет деп көрсеткен екен. Мінекей, Құдайға шүкір, бұған осы соңғы кезде мемлекеттік мекемелер тарапынан ұлттық сана мен болмысқа, салт дәстүрге көп көңіл бөлініп жатыр деп санаймын мен өз басым. Сіздер де соны қолдайды деп ойлаймын. Мінекей соның бір көрінісі ретінде мынау Оңтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің ішкі саясат басқармасының жүйесінде әлеуметтік бастамалар орталығы дейтін тамаша мекеменің құрылуы, бүгінгі біздің хабарымызда сол мекеменің арқасында өмірге келіп отыр. Мінекей осы мәселеде ұлттық сана мен салт дәстүр мәселесінде осы мекемемізде қандай тәрбие жұмысы жүріп жатыр? Осы туралы Асқар, айналайын, өзің бір-екі ауыз айтсаң.
мынау әңгімені негізін жаңағы ұлттық санадан бастап сонау тарихтан бері жаңағы жіптің желінің үзілмей келе жатқаны туралы ағаларымыз жақсы әңгіме айтты. Жалпы негізі мынау глобализация деп жатырмыз, жаһандану бүкіл әлемді шарпып тұр. Қазір бұл тек біздің басымыздағы жағдай емес, бүкіл әлем қазір өзінің ұлттық болмысын жоғалтып, жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, басына қара аспан төнуде. Енді осы жерде барлығы да өздерінің сол түп негізінен ата-бабаларынан қалған дәстүрінен, салтынан айырылып қалмаудың жолын іздестіруде. Оны көптеп мысал келтіруге болады. Қарапайым мынау үнді елінің өзін кеше әлемді фильмімен таңғалдырған, саны жағынан да, сапасы жағынан да өте мәдениетін, жаңағы фильмінің арқасында мәдениетін де ұсынып отырды әлемге. Сол Болливуд аз ғана жылдың ішінде, ондаған жылдың ішінде Голливудтан асып кетті. Былайша айтқанда, жаңағы тәнін жалаңаштап, жаңа насихаттаудың, рекламаның түр-түрін жасап отыр мысалы. Осының өзі осы жаһанданудың әсер екенін көруге болады. Ең мықты деген мынау Қытай елін, Жапон елін айтып отырмыз. Сол Жапон елдерінің өзінде керек десеңіз, мынау глобализация, батыс елдерінің немесе европоцентристік, мынау америкаландыру саясатының жаңағы құрығынан немесе ықпалынан ада деп айта алмаймыз. Сондықтан осы мәселе барлығын толғандыруда, енді біздің де қазіргі мәселе жастардың адресіне қарай, жастарға қарай көп жаңағы әңгімелер айтылып жүр соңғы уақытта. Яғни жастар ондай болып кетті, жастар былай болып кетті, бұрынғы кезеңмен салыстырады. Мынау алдыңғы буын ағаларымыз, жеңгелеріміз, әпкелеріміз, әкелеріміз айтып жатады, мынау бұрынғы біздің кезімізде былай еді, қазіргі кезде былай болып кетті, көңілдері толмай жатады. Былай қалай қарағанда да бұл меніңше өзінше бір заңдылық сияқты. Өйткені қай кезеңде алып қарамайық, өзінен кейінгі ұрпаққа көңілі толмаушылық деген ол болуы тиіс заңды құбылыс. Біздің тарихымызда жаңағы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бір кітабында жазады, қазақта дейді, яғни біздің тарихымызда біз ұялатын нәрсе жоқ дейді. Яғни бәрі ұлы дала тарихқа, яғни рухани мәдени байлыққа, материалдық байлыққа толы. Оны қай заманмен салыстырып айтсақ та болады. Жаңа айттыңыздар, басымызда неше бір нәубетті кезеңдер өтті, ашаршылықта өтті, моңғол шапқыншылығы болды, жоңғар шапқыншылығы болды, әдейі ұйымдастырылған ашаршылықта болды, соғыстың түр-түрі болды, бірақ сонда да біздің халқымыз өзінің жаңағы түп тамырынан, салт дәстүрінен алыстап қалған жоқ. Десе де ажырамады. Бірақ қазіргі күнде, яғни ойланарлық жағдайлар болып отыр. Сондықтан қазіргі жастарды бірінші біздің басты мәселе осы жастарды сол ата-бабамыздан қалған құндылықтардан, яғни сусындатуға, яғни сол замандағы дүниені қайта осы заманына қарай лайықтап, қазақта сөз бар, дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дейді. Яғни керегін алып, керек емесін, немесе керек емесін деген сөз болмас, келмес бұл жерге. Ата-бабамыз барлық жаңағы өзінің өмірден алған тәжірибесінің бәрін рухани құндылықтар арқылы тастап кетті. Ол жаңағы айтқан сөз мәйегі, мақал мәтелдер, шешендік сөздер, ертегілер, аңыз әңгімелер, термелер, жыр дастандар, қайсысын алмайық, барлығы өмірлік тәжірибеден шыққан философия, жатқан, тұнып тұрған теория деп айтуға болады. Осыны ұсынды, осыны тастап кетті. Ендігі қазіргі біздің ұрпақтың үлесіндегі нәрсе, менің ойымша, сол нәрсені кейінгі ұрпаққа біз ортадағы жалғастырушы көпіріміз деп айтуға болады. Кезінде Конфуций деген Қытайдың данышпаны айтқан екен, содан бір шәкірті сұрапты, не деген данышпан, сіз қандай тақырыпта сұрасақ та бәрін білесіз, ағып тұрсыз. Сізге аян беріле ме, әлде сіз ойдан шығарасыз ба деп. Сонда айтқан екен ол, жоқ, мен аян да бермеймін, аян да берілмейді маған, мен ойдан да шығармаймын, мен тек бұрынғыны сендерге жеткізуші ортадағы адаммын деген екен. Сол айтпақшы, ортадағы біз көпір, сол өзіміздің функциямызды жоғалтпауымыз керек. Шындығында енді осы орайда жаңағы айтып отырған әлеуметтік бастамалар орталығының екінші маман ретінде, бөлім бастығы ретінде айналайын Жадыра, өзіңіз осы мәселеге байланысты не айтар едіңіз? Жалпы бүгінгі көтеріліп отырған тақырып тәуелсіздік алғалы әрбір қазақ деп, әрбір ел деп соғатын жүрегі бар азамат пен азаматшаның ортаға салып, осыны дамытуға, алға қарай сүйреуге бір әлде бір күш керек екендігін айтып келе жатқаны белгілі. Яғни бүгін бұл тақырып тағы да бір жаңадан шыққан жоқ, яғни өзекті ол өзінің өзектілігін күн тәртібіне түсірмей келе жатқан тақырып. Енді жаңағы жастарға көңіл толмау жайлы мен өзім бір пікір айтып өтейін. Жастарға көңілім толмайды, жастар олай болу керек, бұлай болу керек деп көңілі толмаушылық жалғасып келе жатыр. Жастарға көңілі толмай қараған, бірақ жаңағы ұрпақ бар дейді, ол Адам ата мен Хауаны
жастар жайлы, яғни жастар олай емес, жастар бұлай емес деп қарсы пікір айтпаған деп жатады. Енді оның кімнің әркім өзінің санасын салмақтай жатар. Ал енді сол қазіргі таңда аға ұрпақтың көңілі толмайтын жастардың өкілі ретінде мен өзімнің ұлтжанды жас қазіргі таңда қандай болу керек және ол қалай өзінің ұлтжандылығын көрсете алу керек деген ретінде мен бір облыс демесем де бір өзім шағын өкілді жастардың атынан жауап беруге құқым бар шығар. Енді ұлтжанды азамат деген ол мен өзімді ұлтжанды азаматпын деп санаймын толық. Ал ұлтжанды азамат қандай? Менің көзқарасым, бұған әркімнің өз таласы бар. Ұлтжанды азамат дегеніміз ел деп жүрегінің тынбай соғуы. Ол үшін ел деп тынбай соққан жүрек, анау Абылайдан бергі бүкіл қазақтың ханын, даласын, әрбір қойын, әрбір ешкісіне дейін қазақтың құндылығы мен салт дәстүрімен үйітіп келген сол хандарды жаттап өсу. Ел деп секунд сайын соғып тұруы жүректің, ол одан бергі келгендегі мынау жоңғар болсын, басқа болсын, айналасының барлығын өзінің жау жүректігімен төтеп берген әрбір батыр, Махамбет Исатайдың әрбір батырлығын, ерлігін жүрегіне түйіп өтуі, оны әрбір күнделіктегі тірлігінде оны үлгі тұтуы. Ел деп жүректің тынбай соғуының тағы да бір дәлелі, ол одан бері келгендегі кешегі 21 жасында бүкіл қазақтың мұңын, анау мұздай қақырап тұрған кеңесті үкіметтің сарайын Сталиннің алдында көп жерде сіздер қазақты қырғыз деп атайсыздар, ал біз қазақпыз ғой деп 21 жасында осы сөзді қадап айтқан Тұрар Рысқұловтардың ерлігін күнделікті ісіне сабақ қылу. Ел деп әрбір жүректің секунд сайын тоқтамай соғуы, одан бергі келгендегі мынау арасында қаншама дәуір қалып жатыр. Мен сүбелілерін айтып жатырмын. Ал енді одан бері келгендегі мынау өзінің жастық жалынымен желтоқсанның ызғарын кәдімгі жалынға айналдырып жіберген ол желтоқсаншылардың ерлігін, ұлтжандылығын жүрегіне түйіп отыру. Әрбір көшеде жүргенде, әрбір жерде жүргенде сол ерлікті жүрегінде соқтыру. Одан бергі келгендегі сенің ұлтжанды азамат екенін дәлелдейтін жүрегінің тағы да бір тынбай соғатын тынысы, ол тәуелсіздік алғаннан кейінгі елде болып жатқан әрбір жақсылыққа қуана білу, әрбір жамандыққа күйініп, соның 1% өз қолыңмен жыртығын жамай білу нағыз ұлтжанды азаматтың әрекеті деп санаймын. Ал енді осы ұлтжандылық бізге қалай келеді, қалай беріледі? Менің бір атанам академия, Оксфорд тағы да басқа, тіпті десек, Қазақ ұлттық университетін бітірмеген, білімі жоқ. Былай айтқанда, соның орнын толтырып, бір ұлтжандылық қасиеті тәрбиені берген біздегі ата мен әже үйдегі. Ана сүтімен дариды дейсіз. Ал енді әжеміздің бірақ сөзі бар. Үнемі ұстаным қылатын. Бізде қазір жастар елік күшіміз ғой. Енді еліктеп бір тізесі қысқалау, епке алғың келіп тұрған кезде жаңағы әженің сөзі тақ етеді мына жеріңе. Егер сен анау етегіңді қысқартып, көшеге көрінетін болсаң, шешеңнің өлгені. Сен шешесіз өскенің. Егер сен ер азамат тұрып оның алдына шығып сөйлеп безбеттік танытсаң, сен әке көрмегенің, сенің әкеңнің өліп қалғандығы. Егер сен шашыңды мынадан қиып көшеге жайып шығатын болсаң, менің өлгенім деуші еді. Сонда әрбір сенің қимылыңда, яғни отбасыңдағы айтылған дүние саған сағат болып миыңа соғып тұрады. Болды, сен одан артық қадам жасай алмайсың. Яғни жаңа ұлтжанды азаматты немесе өрлетіп қажеті жоқ, бірақ сол отбасының ішінде қалыптастыруға болады деп ойлаймын. Ал енді осы жерде мынандай қосатын нәрсе, жаңағы ең соңғы бабалардың сарқыншағы деп айтуға болады. Жамбыл Дүйсенов деген жас ақын бала дүниеге келді. Осы былтыр 8 жасында, 9 жасында кітабы шықты. 50-ден аса жаңағы өлеңдері бар. Соны президенттің қолдауымен жаңағыдай кітабы жарыққа шықты. Сонда сол бала айтады: тәуелсіздігім тәңірден келген тәттісі дейді. Не деген керемет. 9 жасар баланың айтқан, ол 8 жасында айтқан. 8 жасар баланың айтқан сөзін біз қазір айта аламыз, 20-дан асқан, 30-дан асқан. Көбіміз айта алмай жүрміз соны. Тәуелсіздіктің қадірін, қасиетін білу, міне ұлттық құндылық деп осыны айту керек. Ұлттық сана осыдан басталса керек. Осы жерде бір ауыз қосып кетсем. Жаңа біздің бір әңгімелерімізде жастарымызды айыптағандай болып тұрмыз ғой. Меніңше жастарда айып жоқ. Үлкен буында, орта буында қате бар. Сол қателіктердің біз жөндеуіміз керек, сонда жастарымыз түзеледі. Біз ол жөндеп тәрбие бере алмаймыз кейбір. Рахмет, енді әңгіме осыған осылай деп отырмыз. Бір ауыз сөз. Лев Николаевич Гумилев деген ірі ғалым ғой. Сосын бір ауыз сөзі бар. Обществу нужен стереотип поведения деген.
сол бізде жоқ қазір. Біз жастарды қалай тәрбиелейміз? Қалай? Баяғыда ата тәрбиенің қажеті болмаған. Әкесі мен шешесі тәрбиелемеген, жаңа үлкен атасы мен үлкен әжесі тәрбиелеген. Себебі тәрбиенің де қажеті, ол батырға қарап өсе берген бала. Біз кімге қарап өседі қазір балаларымыз? Вот мәселесі. Үлгі мәселесі. Осы жерде ашып айту керек, қоғамның да үлкен кінәсі бар. Мен қоғамды айтып отырмын. Қоғамның үлкен кінәсі бар. Мысал үшін қазір қай ата-ана болсын, әже болсын, барлығы меркентализм деген ұғымның жетегінде кетіп қалды. Яғни ол күнкөріс. Бәрі есеппен көру. Есеппен көру. Қайтсем бүгін ананы табам, мынаны табам деді. Бала тәрбиелерінің барлығы біздің ойымыздан, біздің күн тәртібімізден шығып қалды. Бүгіндегі балалар стихиялық фактордың жетегінде кетті. Интернет, ақпараттық құралдардың бәрін ашып қарасаңыз, мазмұндарының барлығы тек қана ұрпақтың санасын уландыру. Дұрыс айтасың. Түсіндіңіздер ме? Міне осы жағына мән бермей кеттік. Әрбір іс-әрекеттің педагогикалық бағыты болу керек. Әрбір іс-әрекеттің ұлттық танымдағы мазмұны болу керек. Осы жағына қарамастан, мен айтып отырмын ғой. Кішкентай бұл жерде әрине қоғамымыз үлкен істер атқарып жатыр. Қоғамда да кішкентай әлсіздік бар екендігін, қоғамның осындай бір қателігін де айтып өткен. Тамаша пікірлер айтып отырсыз. Ал енді мынау қатысып отырған қонақтарымыздың арасында бір ауыз пікір айтатын азаматтар бар ма екен? Жаңа ағаларымыз айтып жатыр, мынау жаһандану үдерісі деп, ол үлкен. Ол былайша айтқанда қоғамның қажеттілігінен келіп туған дүние. Бізге жаһандану керек болды, ол жаһандану қазір өз жөнімен жүріп жатыр. Одан қорқудың қажеті жоқ, оны тек қана қабылдағанда қалай қабылдаймыз? Біз жаңағы өзіміздің болмысымызды сақтай отырып қабылдай аламыз. Яғни ол жаһанданудың теріс бағытына, теріс жаңағы сіз айтып жатырсыз, технологиялар жеделдеп дамып жатыр, ақпараттың ағымы күннен күнге үлкен ағыммен келіп жатыр. Оны біз тек пайдалысын ғана қабылдап, зиянын бірден шетке алып тастауымыз керек. Бақылау керек қой, соны үшін бақылау. Жаңа мен айтып отырмын. Өзіміз таңдай алуымыз керек. Таңдай алып. Ал ол таңдай алу үшін біз әуелі сондай ұрпақты тәрбиелеуіміз керек. Жаңағы студиядағы ағаларымыз айтып жатыр, ол отбасынан келіп шығады деп. Яғни бұл дегеніміз жаңағы ұлттық сана, салт дәстүрді қалыптастыратын бұл әрине отбасы. Балапан ұяда не көрсе ұшқанда соны іледі. Ал енді осы орайда келесі сұрақ туындап отыр. Міне осындай үлгілі, өнегелі отбасылар қаншалықты бар біздің қоғамда? Және жаңағы үлгілі отбасы институты болмаса жаңағы үздік ақсақалдар институты қаншалықты қалыптасқан бізде? Болмаса, егер олар қалыптасқан болса, оларды қалай жандандыра аламыз? Өз жұмысын керекті, тиісті дәрежеде қалай жүргізуге біз яғни осы бағытта жұмыс жүргізуіміз керек дейсіз ғой? Ынталандыра аламыз, сол сұрақ туындап отыр. Рахмет. Салт дәстүрді, тәрбие бағытында оқу орындарында ұстазсыздар, ғалым әрі ұстазсыздар. Бір ғана ауыз сөз айтсаңыз. Енді қазір мына біз осы оқу бағдарламалары бар ма? Бастауыш мектепте белгілі бір бағдарламада, одан кейінгі басқа былай сатылы бағдарламада өзі белгілі бір мазмұнда ғана жүргіземіз ғой. Дәл осы сияқты жүргізілсе деген бір арман бар. Кешенді түрде дейді, комплекс. Көбінесе эпизодтық жағдайда, тек қана бір мереке, осындай бір саяси іс-шараларда ғана біздің ұлтымызда не бар деген сияқты бір көрсетеміз. Кешенді концепциялық жүйе болса деп бір жүйе болса шіркін. Енді бұл өте үлкен және қиын да жұмыс. Бірақ біз өз үлесімізді қосуға әрекеттеніп жүрміз. Сол жасаған жұмыстарымыздың бір үлкен біз қазақтану журналын шығарып, соны елге таратып жүрміз. Рахмет. Ал енді құрметті көрермендер, бүгін осы біздің хабарымыздың барысында бір келелі тамаша ойлар қозғалды. Есі бар әрбір азамат осы айтылғандарды көкірегіне түйетін болса, сәлде болса, бұдан бір нәтиже шығады ғой деп ойлаймын. Абай, Хакім Абай 15-ші қара сөзінде былай депті: егер де есті кісілердің қатарында болғың келсе, күнде бір мәртебе болмаса, жұмасында бір, ең болмаса айында бір, өзіңнен өзің есеп ал. Сол алдағы есеп алғаннан бері өмірді қалай өткіздің екен? Не білімге, не ақиретке, не дүниеге жарамды күнінде өзің өкінбестей қылықпен өткізіппісің? Жоқ болмаса, не қылып өткізгенін өзің де білмей қалыппысың деп. Тамаша бір осындай өсиет айтып кеткен екен. Ендеше бәрімізде, әр күнімізді, әр аптамызды өткізген, әр айымызды, әр жылымызды есептеп отырып, осы ұлттық құндылықтар еліміз үшін, ұлтымыз үшін, халқымыз үшін қызмет етейік деп есеп беріп отырсақ, біз де жамылмаймыз. Рахмет, назар салып тыңдағандарыңызға.